Не істейміз, қалың елім қазағым? Қандай қайран қыламыз? Шарасыз отыра береміз бе? Мынау қаңтаршыларды соттаған қанқұйлы соттар біздің көзімізге қан толтырды. Жүрегімізге кек үйіп қалды. Ашуландық, қайғырдық, түңілдік. Тіпті кеше бір күн бауырымызды жаза алмай жатып та қалдық. Артынан, әй, ер азаматпыз ғой. Кешегі Баһадүр батыр бабаларымыз қабырғасын қайыстырып, санынан ет кесіп беріп те ел үшін, халық үшін күрескен жоқ па? Біліп тұрып кеудесін оққа төсеген жоқ па? Ал бұл зұлымдармен күрестің басы да емес, аяғы да емес. Біз тек алдыңғы буынның күресін жалғастырушымыз, соңғы буынға күресті табыстаушымыз. Орныңнан тұр, қайғырма деп қайтадан атқа міндік. Енді не істейміз деп аңтарылған қалың жұрттың сұрағына бір жауап: күрес жалғасу керек. Әрине, біз осығанға дейін айтқан, бізден бұрын алаш арыстар айтып кеткен оян қазақ күресі жалғасу керек. Қазақты саяси сауатты қылу күресі жалғасу керек. Қазақты саяси тұрғыдан оятпайынша, бір аттанмен 100 мың қазақ Алматы Астанада ереуілге шығып, бір аттанмен бүкіл университет, бүкіл мектеп, докторхана жұмыс тастап, оқу тастап, бір аттанмен миллион адам ереуіл жасамайынша, қазақта тек саусақпен санарлық саяси белсенділердің күресінің нәтижесі қалай болатыны міне алдарыңызда тұр. Яғни, оянған қазақ аз, ұйқыдағы қазақ көп. Көп жұрт ойлайды, оянған қазақ көп, бірақ қорқақ дейді. Иә, ол да шын. Диктатуралық билік бізді үреймен ұстап отырғысы келеді. Олардың мақсаты үрейленген, қорыққан қазақ ең соңында күресін ұмытса дейді. Осы кедейлікке, осы жоқшылыққа, осы зұлымдыққа үнсіз көніп, анау әлемде жоқ, жер шарының кез келген екінші елінде жоқ, жоғарғы пайызды өсімге көніп, құл болып, арқеті арша, борбайеті борша болып, ит өмір сүріп жүре берсін деп ойлайды. Биліктің мақсаты осы. Ал халық қорқақ болған сайын, жан сақтау үшін, өзінің жеке бас амандығы үшін халық қорқақ бола түскен сайын, оның көретін азабы арта түседі. Иә, шындығында солай. Енді қалай күресеміз дейді. Күрестің тәсілі өте көп. Билік табанның бүрі жоқтарды сатып алады. Бетінің ары жоқтарды титушка маймылғып бізге қарсы айдап салады. Нағыз бет пердесін жыртып тұрып халыққа қарсы жұмыс істейтін сатқындарды жоғарыға қояды. Қанішерлерді күштік құрылымдарға қояды. Суайттарды телеарна, радиоларға, медиаларға қояды. Енді қараңыздар. Ал осы қарапайым халық не істеу керек? Қарапайым халық біреуден үміт күтеді. Мен миллионыншы мәрте қайталап айтам. Еуропада, Америкада сені құтқармайды. Осыған көзің анық жетсін. Сені өзің ғана құтқарасың. Қайталап тұрып айтам. Украин халқы егер орыстарға қарсы соғыспай беріле салғанда, Украинға атом бомба түгілі, жаңағы басқа да сұмдық қарулар қолданылып жатса, батыс қарап тұратын еді. Украин халқы орысқа қарсы советтің татбасып кеткен ескі танкісімен, татбасып кеткен ескі қарумен қарсы күреспегенде, Украинға хаймарс берілмес еді, Еп-сериал Американың ұшақтары берілмес еді, қаржы берілмес еді. Халық алдымен мына орыспенен жағаласпай жан қалмайтынын білді. Тарихтан бері қырылды. 31-33-те украиндық деректерге қарағанда 7 миллион украин сталиндік қолдан жасалған аштықта қырылыпты. Ал біздікі 4,5-да 5 миллион болды. Украинның интеллигенциялысының мықтылығы осы тарихи кекті халықтың санасына сіңірді. Халық оянды. Украин халқының кереметтігі 2009 жылы осы зор аштықты, қолдан жасалған геноцидті бүкіл мемлекет бойынша еске алды. Халқара бойынша еске алды. Жастарын тәрбиеледі. Анти-орыстық тәрбие берді.
кез келген украин орыс десе тісін сықырлататын деңгейге барды. Міне ұлтшыл қып тәрбиеленген, патриот қып тәрбиеленген украин жастары ең соңында орысқа қарсы не еркіндік, не өлім деп қолына қару алып шықты. Олардың бұл рухын көргеннен кейін барып, Еуропа мен Америка оған қару берді. Тұп-тура орыстың қуыршағы болған, Сирияның ашар басаты, Сирияның өз халқының ішінен шыққан, Сирияның билікке қарсыларына қырғын жасап жатқанда Америка, Еуропа оларға өйтіп көмек берген жоқ. Себебі олар Сирияның сол орысқа қарсы, орыстың қуыршағына қарсы күресіп жатқан лидерлеріне, олардың табандылығына сенген жоқ. Себебі ол жердегі халық бүгін Башар Асадтың әскері сатып алса, Башар Асадтың әскеріне ұлын әскерге береді. Ертең мына жақтан аналар келсе анаған береді. Бүгін мынау қаруын тезеп кеп мына қалың астықты былай тасисың десе, ләббай бегім деп былай тасиды. Ертең мына жақтан аналар кеп бізге жұмыс істейсің десе, былай жұмыс істейді. Халқында тұрақтылық жоқ. Жан бағыс үшін бәріне бара береді. Ана халықта бір саяси ұстаным жоқ. О жерде бәленбай күш бар. Күрттің әскери күштері бар, түріктің әскери базасы бар, Ресейдің әскери базасы бар, Башар Асадтың өзінің мемлекет қорғаныс армиясы бар, ал халықтың жаңағы күресіп жүргендер бар, халықаралық волонтерлер тағы бар. Ал оған барған Башар Асадқа қарсы күрескен қазақтарды Путин бір бақырып еді. Қазақтар Жусан деген операцияны ойлап тауып, мына орысқа қарсы оғатып қойды деп ол қазақтарды алып келді. Сөйтіп оның бәрі секта, ойбай, пойбай, әйткенде, бүйткенде, сөйткенде деп бүкіл қоғамға оларды жек көрішті көрсеткісі келді. Себебі ол қазақтар орысқа қарсы оғатып қойған үшін ғана. Болмаса басқа қаңғып жүрген, кедейшіліктен, жоқшылықтан, жат ел, жат жерде тентіреп жүрген қазақ жетеді, ал оның ешқайсысын олар құтқарып жүрген жоқ. Енді менің айтайын деген, күресті қалай жалғастырамыз? Бірінші ояту дедік. Оянған қазақ өзгелерді ояту керек. Екінші, жағаласпай жан қалмайтын, әрбір күрестің, әрбір қазақтың жеке мүддесіне тіке жалғасатынын түсіндіру керекпіз. Үшіншісі, саяси сауатты күрес жасау керекпіз. Бүкіл зұлымдықты батысқа әшкерлеуге тиіспіз. Бүкіл зұлымдықты. Биліктің әрбір зұлымдығын Еуропа, Америка елдерінің Қазақстандағы елшілік консулдықтары бар. Үздіксіз соларға хат кіргізу, үздіксіз солармен кездесу, өтініш білдіру, белсенді топтар солармен кездесіп, бүкіл зұлымдықты электрондық поштамен де жеткізу, бетпе-бет кездесіп, кездесулер ұйымдастырып, сонда да айту. Бүкіл батыстың назарын Қазақстанға аударту. Батыстың баспасөзіне хабар беру. Біздегі мынау нұразаттық жетіспейді. Біз бүкіл батыстың басқа медиаларымен де біз тіке жұмыс жасауға тырысу керекпіз. Және әрбір қорлық көрген, зұлымдық көрген қазақ оны тек айналасына, өзінің айналасына ғана айтып, онымен тынбау керек. Мысалы, қазір бізге ресми, бейресми түрде неше түрлі ақпарат келеді. Армияда болған жігіттерден де неше түрлі ақпарат келеді. Олар өздерінің сол қаңтар кезіндегі сұмдықтарын тек айналасына, дастархан басында 100 грамм ішіп отырғанда айтады. Неге ашыққа шығып айтпайды? Әңгіме осында. Сенің айналаң айтқаннан, көршіге айтқаннан ештеңе өнбейді. Әлемге айту керексің. Мысалы, ең алғаш біз Қытайда қазақтарды геноцидтік зұлым саясатпенен концлагерлерге, фашистік концлагерлерге қамағанда қаншама әйелдердің күйеулері қамалып қалды. Бізге қоңырау шалып жылайды. Мен айтам, сізде екі жол бар деймін. Көршіңізге, абысыныңызға барып, сұңқылдап жылап шер айтасыз. Сонымен ішіңіз босап қалады, сонымен жүресіз бір екі ай деймін. Екінші деймін, бізге кеп шер айтасыз. Абысыныңыз, көршіңіз ойбай обал бопты деп бір шай береді, сонымен шер тарқатып тарайсыз, одан басқа түгенбейді. Ал бізге келіп шеріңізді айтасыз. Сіз кімсіз? Аты жөніңіз, құжатыңызбен алып келіңіз. Күйеуіңіз қашан, қай жерде, не үшін, не себепті, қай жердің қандай концлагеріне қамалды. Біз бүкіл дүниесіне дабыл қағамыз. Сөйтіп күйеуіңізді Қытайлар халықаралық қысым арқасында шарасыздан босатуға мәжбүр болады деді. Яғни халықараға таныту. Біздің осы ескі күрес тәсіліміз. Міне бұл реал өмір дәлелдеді, көрсетті. Міне қазір қазақтар шығып жатыр. Қытайда білді. Қазақ деген халықтың қиын екенін білді. Сауатты жұмыс жасайтынын білді. Құр айғайламай, лаңғада қылмай, дәлел, фактілермен күрес жасайтынын білді. Осы сауатты күрестен кейін қазақтарды босатып жатыр. Әрине, бәрі емес.
Бірақ қалай айтқанмен қазақтар салыстырмалы түрде жеңіске жетті. Енді Қытай қазаққа тиісейін десе ойланады. Себебі тұмсығы қанжасы болды, санкцияның астында қалды. Енді қазаққа тиіскеннен қорқып отыр. Тура сол сияқты қазақ халқы да ақпаратпен жұмыс жасау керек. Барлық зұлымдықты тек қана медиада ақпаратты әшкерелеу керек. Басқа жоқ. Сосын өзіңнің адамдық құқың тапталып отыр, заңдық құқыларың тапталып отыр. Тек қана күрес қазақтар. Басқа ештеңе жоқ. Күресу керек. Әшкерелеу керек. Мынау болып жатыр, мынандай сұмдық, мына жерде бұлай болмау. Мына біздің ауылда мынандай кенді заңсыз ашып жатыр. Ол кен совет кезінде ол өте қауіпті деп ашылмаусын деген. Мына кенді заңсыз иеленіп алды. Бұны кім қаншаға алыпты, ашық ақпарат жариялау керек. Мысалы, 100 миллион доллар тұратын кенді 2000 теңгеге жеке меншікке сатып алған фактілері бар. Міне. Сондықтан бұның барлығын дәлелдеп, ашып, күресу керек. Одан басқа амал жоқ, қалың елім қазақ. Ақпарат және күрес. Күрес және ақпарат. Біздің қолымыздағы бір ғана нәрсе осы күрес тәсілі ақпарат. Одан басқа ештеңе жоқ. Ешкім сені көктен ұшып кеп құтқармайды. Сен оған керек болсаң ғана ол сені іздеп жүріп құтқарады. Совет одағы Ауғанстанға басып кірген кезде Американың бір фильм бар, өткенде Фейсбукте жаздым ғой сол фильмді. Сонда Американың өзі екі ойлы болды. Тіпті анау саясаткерлер ол Ауғанстан туралы дымда білмейді. Сондай бір ел барын біледі, бірақ ол туралы бірден істеу туралы олардың ойына да кіріп шықпаған. Ең соңында анау Том Ханкс сомдаған анау конгрессмен соның бәрін дәлелдеп, Ауғанстанға барып, халқымен кездесіп, олардың орысқа қарсы күресетін рухы бар екенін көріп өз көзімен. Одан кейін келіп конгрессте сөйлеп, дәлелдеп, ортада жаңағы бір енді Американың фильм болғаннан кейін анандай-мынандай бір көріністері де бар. Бір саяси жаңағы шебер келіншек бар, жаңағы жұрттың бәрін разы қылып батасынап жүретін былайша айтқанда. Сөйтіп ең қысқасы сол бәрі мүдделері тоғысқан сол мүдделі топтар ең соңында Ауғанстанға қару беруге шешім шығартады. Сөйтіп Американың қаруларын алып ең бірінші Ауғанстанның кәдімгі анау қарапайым адамдары иығына қойып атып, орыстың миг ұшақтарын атып түсіру, тікұшағын атып түсіру сонда басталады. Сол ауған соғысы Совет одағының бүкіл экономикасын тас-талқан қылды. Сол кезде сол жаңа саясаткерлер ауған туралы дым қақпайды, біреулер көк анау мынау бермейміз дейді. Сонда ана бір адам, бір конгрессмен ықпал етіп, соны шешеді. Ол ана елдің сол Советке қарсы тұра алатынын дәлелдейді. Тура сол сияқты біз де батысқа өзіміздің қарсы тұра алатынымызды дәлелдеу керекпіз. BBC-дің журналистінің кезінде Сириядағы түсірген бір құжатты фильм бар. Анау Сирияның халқы өзінің қай әскери күшке жұмыс жасап жатқанын білмейді. Бүгін бір топ жаңағы астықты және қаруды мына жақтан ана жаққа тасып жатады. Ертең ана күш басып алса, оны жақтан мына жаққа тасып жатады. Кімнің қолында көк темір болса, соған құл болып отырған халықты көрсетеді. Біз ондай емес, табанды түрде орыс империализміне және оның қуыршағына қарсы тұра алатынымызды дәлелдеуге тиіспіз. Сонда ғана біз жеңеміз. Күрестің жолы осы ғана. Сенде мысалы курстасың бар, класстасың бар, армиядағы саптасың бар, ауылдасың бар, туыс. Сенен біреу қарыз сұрайды. Сен сонда анау қатынымен соғысып, арақ ішіп, ажырасайын деп жүрген бір жолы болмаған, өзі ішкіш, табыс таппайтын біреуге қарыз бересің бе? Жоқ, сенімді, жұрт алдында беделді, кем дегенде намысқой, бірде екі қыла алатын сондай сенімдіге бере аласың бе? Әрине сенімді адамға қарыз бересің. Анау сөзінің пәтуасы жоқ, табанның бірі жоқ, ақшаңды бүгін алып ертең қайдан көрдім сені дейтіндерге бермейсің сенде. Мемлекеттерде солай. Мемлекеттерде мына халық, мына біздің алған қарызымызды ертең қайтара алатындай мүмкіндігі бар ма деп
соған көмектеседі. Саяси одақ бола ала ма, соған көмектеседі. Сондықтан халқым оянайық, табанды болайық. Жеке тұлға табанды болып, өзінің мықты екендігін, күшті екендігін айналасына дәлелдеп, жұрттың мойындауын қолға келтірсе, жеке ұлт та сол сияқты миллиондаған жеке тұлғалардан құралған ұлт та сөйтіп айналасын мойындатады. Сапалы азаматтардан сапалы қауым қалыптасады. Ал сапасыз азаматтардан сапасыз қауым қалыптасады. Мынау Америкада жүрміз. Жер әлемнің бүкіл халқы бар. Мексикадан келгендердің бәрі қара жұмыс істейді. Асханада, арабтың асханасында, ағылшынның асханасында, еврейдің асханасында қара жұмыс істейді. Міне, орыстың қыздары жезөкшелікпен айналысады, барда жұмыс істейді. Міне, ал Еуропадан келген, Жапониядан келгендер, олар маман болып кәдімгідей жұмыс істейді. Израильдан келгендер ғылыми орталықта жұмыс істейді, еврейлер. Ал қытайлар бизнес, жеке бизнес, үй саласын жұмыс істейді. Әр халық өзінің сапасына қарай өзінің жұмысын тауып жұмыс істеп отыр. Ал кәдімгі шаң тозаң болып құрылыста жұмыс істеп жүргендер, олар басқа халықтар. Жергілікті ақ нәсілділер, олар электр, су жасау деген сияқты рұқсаты, лицензиясы қымбат тұратын және ақысы, табысы өте жоғары болатын салаларды жұмыс істейді. Совет одағынан қалың стандардан келгендер КАМАЗ айдап қара жұмыспен ақша табады. Такси, Убер айдап ақша табады. Әйелдері жаңағы қарттарды, мүгедектерді қарайтын, үйге барып көмектесетін жұмыстарды істеп ақша табады. Міне солай. Бұл жерде орыс, тағы да орыс. Өткенде бір орыс адвокат әйел сотталып кетті. Күйеуі жергілікті осы жердің халқы, екеуі алаяқтық жасаған. Жалған құжат жасап, саяси қысым көрмегендерді саяси қысым көрді деп өтірік документ жасап, ең соңында күйеуі өзі де сотталып кетті. Осы Нью-Йоркта. Өткенде осы апрель айында орыс әйел сотталып кетті. Фамилиясы Насырова, аты бірдеңке. Себебі өзімен түрі ұқсайтын, бір түрі бірдей Украина әйел, қараса аумайды екен екеуі. Сол Украина әйелді өлтіріп, соның құжатымен жүрем деді. Тек құжат ала алмай жүрген адам, сол құжаты барды өлтіріп, сол құжаты бардың құжатымен жүремін деп, ең соңында оған жаңа у қосылған ірімшік жаңағы балгүлше беріп, ол балгүлшеде у қосылғандығы дәлелденіп, сонымен 21 жыл ма 20 жылға сотталып кетті. Сондай. Бұл жерде Қытай өзінің жаңағы ескі құсқы, жаңағы 2 күннен кейін жыртылып қалатын ескі киімдерін сатып отыр. Қытай сол у қосылған жаңағы Қытайдан келген неше түрлі азық-түлік өнімдерін осында сатып отыр. Бұл жерде де сол керемет деп жаңағы құлағыңнан басыңды айналдырып, жаңағы істеп кететін алаяқтығы Қытайдың осында да бар. Бұл жерде де сол орыстар советтен қалған ескі тәсілменен сен докторханаға барып, мынандай рецепт ал, мынандай өтірік ауырдым деп сондай рецептпен дәрі алсаң, сол рецепті бізге берсең, біз саған оның орнына жаңағы массаж аспап, анау-мынау береміз. Мысалы, бір дәрі, $500 дәрінің рецептін жазғызып келдің, анығында сен ондай аурумен ауырмайсың мысалы. Сөйтіп сол рецептке алып келдің, $500 құны. Сондай бір сұмдық аурудың дәрісі. Сол рецепті жаңағы орыстың аптекасын өткізсең, ол саған $300 тұратын массаж аспап, анау-мынау, жаңағы ең қысқасы іш киім, памперсқа дейін береді. Сонда қысқасы советтен қалған жемқорлықты оларды алып келді. Бәрі демеймін енді. Олардың ішінде де жақсы оқып адам болайық, осы Американың артығын үйреніп, өзіміздегі бала күннен үйренген жамандықтарды тоқтатайық деп жүргендер бар. Бірақ қоғамда осы қоғамдағы былықшылықтың бір шетін сол өздерінің коммунистік жүйесінен алып келгендер жетеді. Осы жерде де көлігіңмен жүрсең, жаңағы ана жасыл шырақ жана берген сәтте бұрылып үлгермегенің үшін артыңнан жаңағы басып, гудокты басып, иығын көтеріп, не мәгу деп жынданатындар, олар сол советскийлер. Ал ағылшындар күліп қойып тұрады. Сен ол жерде телефоныңды шұқып, тіпті келесі жасыл шырақ жанып кетсе де ағылшындар үндемей тұрады. Осы жерде сен жолдан кесіп өтейін десең, Американың орта шағын қалаларында анандай жерден жол береді саған.
Ал жаңағы кішкентай бір Мерседестің бір қымбаттау үлгісін мініп қалса Совет одағынан, мен бұл жерде бұрынғы Совет одағы демеймін, әлі де Совет одағы. Сол Совет одағынан келгендер жаңағы сәл қымбаттау көлік мініп қалса, өзін енді Құдайдың құлағын ұстап тұрғандай сезінеді. Міне, сапа. Бірақ ауыз сөз сапа. Бұл жерде де сол өзбек самсасын сатып жүр. Бүгін сол өзбектің, мына қазақтың қауынын, Шымкенттің қауыны сататын алатын адам жоқ, далаға лақтырып жатыр. Неге? Анау суытқыш қамбаларға сақтаса, оның ақысы қымбат. Сатайын десе сатарман жоқ. Бюрократия Алматыға жеткізе алмайды. Қымбат, көлік қымбат, жолда қалың. Шымкенттен Алматыға жеткенше 100 бәлен мәрте ГАИге, полицияға пара береді. Соны қайтеді? Шымкенттің қауыны далада қоқсыққа лақтырып жатыр. Ал Нью-Йорктың көшесінде өзбектің қауыны сатылып жатыр деп, өткенде YouTube'те, Facebook'те фотосын салғанмын. Бір келісі мөлшерменен доллармен есептегенде қанша? 8 доллар ма сондай мөлшердегі баға. Енді әзір есімде жоқ. Тура сол сияқты. Сапа. Біз өзімізді сапаландырайық. Жүрегіміздегі үрейді алып тастайық. Күресейік. Күрестің нәтижесі осы. Бізді де үркітті, қорқытты. Бізді де жаңағы шошытты. 2017 жылы бізге жабылған жала, енді жер шарында ондай жала жоқ шығар. Жаладан, өсектен, үркітіп, қорқытудан адам өлсе, бірінші біз өліп қалатын едік. Сол заманда биліктің және қытайшылдардың, және Қытай билігінің, Қазақстанда Қытай диаспорасы ұйымының жоспары бойынша қалың жаламен үркітіп, қорқытып қалыпты. Оған жоламаңдар, ол қылмыскер ұсталады. Ол тіпті Қытайда 3 адам өлтіріп халықаралық іздеуде жүр екен деді ғой бізді. Міне 3 адам өлтіріп тастап халықаралық іздеуде жүр. Енді айтып, ойына, фантазиясына не келсе айта берді ғой. Не келсе енді айтқан жоқ, енді ешкі зорлап кетіпті дегенді айтқан жоқ, басқасының бәрін айтып кетті енді. Сөйтіп жала жапты. Тындық па? Тынған жоқпыз. Тоқтадық па? Тоқтаған жоқпыз. Не істедік? Күрестік. Білдік түбі ұсталатынымызды. Бірақ бүкіл халықараға танылдық. Батыспен, Еуропа, Америкамен тіке жұмыс жасадық. Міне ең соңында кеңірдегінен қысып тұрып, болмаса баяғының баяғысында шекемізден бір оқ атып, түрменің түбінде шірітетін еді. Ал үрейленген болсақ, осы кезде жаңағы берген мансабына, қызметіне разы болып, жаңағы бір 15-20 гектар жерді берсе, 6 сотықтан бөліп сатып $1 миллион алып, Дубайдан, Түркиядан, Истанбулдан үй алып, машалла, тауба 4 қатын алдық. Жеңгелерің туып жатыр, қазір 25 ұлым бар деп мақтанып отыратын едік. Машалла, халық үлес қосайық, қазақты көбейтейік деп. Міне, сауапты қалдық қойды, жеңгелеріңді сауапты қалдық деп. Олай емес. Оған да алданбадық, сатылмадық. Билік табанның бүрі жоқ арсыздарды сатып алады, қорқақтарды қорқытады. Халықты қазір әдейіге депрессияға түсіріп ұстап отыр. Депрессияға түспеу керекпіз. Барлық зұлымдық тек күреспен аяқтайды. Барлық құлаған империялар тек күреспен аяқтайды. Тоқаев мәңгілік емес. Тоқаев міне билікке 19 жылы келді. Міне 4 жылдың ішінде Назарбаевтың 30 жылғы зұлымдығын істеп болды. Енді бұл келер жылы не істейді? Бұл қанша қазақтың қанын ішеді? Ойлашы. Жағаласпай жан қалмайды. Күресу керекпіз. Мына зұлымдықпен күресу керекпіз. Тоқтаусыз күресу керекпіз. Бірімізді біріміз іздеп тауып, темірге магнит жабысқандай жабысып, берекелі болып, мына зұлым билікпен күресуге тиіспіз. Аман сау болайық. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Бізде басқа таңдау жоқ. Бізде басқа таңдау жоқ. Орманның ішінде жүрсің, арыстанды мақтап, аюды мақтап, жолбарысты мақтап, қасқыр сен кереметсің ғой деп, бәрібір мақтағанмен, жағымпазданғанмен жаның қалмайды. Сен мақтасаң да, жыртқыштарды мақтап кітап жазсаң да, өлең шығарсаң да, домбырамен ән арнасаң да, бәрібір ол жыртқыштар қарнашса сені жеп қояды. Жалғыз жол, өзің күшті бол, ебін тап, амалын тап, күрес. Тура сол сияқты. Қазақстанда қазір орман заңымен өмір сүріп отырмыз. Бұл билікті ауыстырмай ештеңке өзгермейді. Жақсы, аман сау болайық. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.